Сәлем достар, сіздермен бірге сұрақ жауап айдары және оның жүргізушісі мен Дина Төлеубекова. Қорғаныс министрлігінің әлеуметтік желілеріне келген сауалдарға жауап беретін боламыз. Олай болса, біз бастаймыз. Алғашқы сұрақ Арман есімді аккаунт қолданушысынан келіпті. Бауырым былтыр көктемде әскерге кетіп еді. Енді ол грантқа оқуға түсе алады ма? Қалай білсек болады деп жазыпты. Қазіргі уақытта мерзімді әскери қызмет барысында жоғары ұпай жинаған алғашқы 3000-ға жуық сарбаз ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесінсіз өздері қалаған оқу орнында тегін білім алуда. Бұл ретте конкурстық іріктеуге 2022 жылғы көктемде әскерге шақырылған әртүрлі күшті құрылымдарда қызмет өткерген 12548 сарбаз қатысқан болатын. Іріктеуге сарбаздардың жауынгерлік дайындығы, өздеріне жүктелген міндеттерді орындау сапасы және әскери тәртібі туралы мәліметтер негіз болды. Енді биылда сарбаздарға жоғары оқу орнында тегін білім алу үшін 3000 грант бөлінді. Олай болса, бұл конкурсқа өткен жылы көктем мезгілінде әскерге шақырылған бауырыңызда қатыса алады. Толықтай ақпаратты Срочники 2.0 сайтынан және сонда көрсетілген байланыс нөмірлеріне хабарласып біле аласыз. Келесі Асхат Базаров есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Сәлеметсіздер ме? Сержанттар әскерге қанша жасқа дейін қызметке қайта орналаса алады деп жазыпты. Қайырлы күн азамат. Қайтадан әскер қатарына келер кезде әскери қызметшінің әскери атағы ескеріледі. Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңның 38 бабына сәйкес кіші сержанттық құрамның әскери атақтары барлар 33 жасқа дейін, ал аға сержанттық құрамның әскери атақтары барлар 37 жасқа дейін қайта жұмысқа орналаса алады. Ақжол келесі сауалды жолдапты. Сәлеметсіздер ме? Әскери жиындарға шақыру қашан басталады? Сәлеметсіз бе Ақжол. Жалпы 30 күндік әскери жиындар ол 2007 жылдан бастап жыл сайын өткізіліп келеді. Биыл да әдеттегідей көктем және күз мезгілдерінде өткізілетін болады. Жоспарға сай 2024 жылы 3000 әскери міндеттілерді жиынға шақыру жоспарлануда. Жиын кезінде әскери міндеттілердің жұмыс орны мен атқаратын лауазымы сақталады. Оларға орташа жалақы, ал жұмыссыздарға мемлекет есебінен ең төменгі жалақы төленеді. Әскери міндеттілерді теміржол немесе автомобиль көлігімен тасымалдау, оларды тамақпен қамтамасыз ету барлығы Қорғаныс министрлігінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.